Қызылшаның адам денсаулығына пайдасы. Қызылша дәрумендерге өте бай, пайдалы көкөніс. Құрамындағы бетаин артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қызылшаны шикелей де пісіріп те жеуге болады. Ал шырыны бір емес бірнеше дертке дауа, дейді зерттеуші ғалымдар. Тұмау, суық тию ауруларына емдейді. Қызылша ағзадағы қабыну процестерін тоқтатады. Тамақ ауырғанда қызылша шырыны ем болады. Тамақ қызарып жөтел асқынғанда қызылша шырынымен тамақты шаю керек. Мұрын бітеліп гайморит мазалағанда қызылша шырынының 5-6 тамшысын тамызады. Қызылша қанды көбейтеді. Қан құрамында гемоглобин төмендегенде қызылшаны көбірек тұтынған жөн. Бұл көкөністен неше түрлі салат жасауға болады. Қанды көбейту үшін 1 стакан қызылша шырыны мен 1 ас қасық табиғи балды араласып күніне 3 рет ішесіз. Сондай-ақ жоғары қан қысымына шипа болады. Қызылшадағы табиғи нитраттар қан тамырларын кеңейтіп, артериялық қысымды төмендетеді. Бауыр мен асқазанның жұмысын жеңілдетеді. Егер күніне 3 рет қызылша шырынын ішсеңіз, бауыр ауруы сізді мазаламайды. Қызылшаның құрамындағы бетаин бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Сонымен қатар өт жолдарына, асқазан ауруларына және сары ауруды емдейтін қасиеті бар. Қызылша іш қатудың алдын алады, бұлшық еттерді нығайтады.